Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен классикалық макаронстың қалай жасалатыны туралы сіздермен бөлісетін боламын. Өте удачный рецепт деп айтсам да болады, және де проверенный, және де кез келген адам жасай алатын рецепт. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Юбочкасының неге шықпай қалатыны және де макаронстың өзінің беті жарылып, неге жарылып кететіндігі туралы мен айтатын боламын видеода. Құрғақ ингредиенттердің барлығын ең алдымен біріктіріп аламыз. Құрғақ ингредиенттер бұл жерде қант ұнтағы, миндальная мука және де альбумин құрғақ. Міндетті түрде таразда осылай өлшеп жасайтын боламыз, және де бізге термометр қажет. Міндетті түрде термометр болуы тиіс. Глазурь тура шығуы үшін альбумин қосып жатырмын. Құрғақ заттардың барлығын салатын ыдысыңыз өте құрғақ болуы тиіс. Ең бірінші шарт осы. Құрғақ ингредиенттің барлығын ситадан жақсылап осылай өткізіп аламыз. Барлығын біркелкетіп араластырамыз да. Міне дәл осылай жақсылап ситалап аламыз барлығын. Міне құрғақ массамыз дайын, бір шетке қойып қоямыз. Енді сұйық массасын жасаймыз. Бізге тек қана жұмыртқаның ақ уызы қажет. Сары уызы мүлдем бір тамшыда қосылмауы қажет. Егер де қосылған жағдайда қайтадан барлығын басынан бастап жұмыртқаны дайындау қажет болады. Және де өте құрғақ ыдыста, таза құрғақ ыдысқа салынады. Бұл міндетті түрде меренганы жасау үшін. Осылай жұмыртқаларымызды дайындап аламыз. Сұйық массаға да 3 грамм альбумин қосамыз. Жаңа құрғақ массаға да 3 грамм альбумин қосқан болатынбыз. Шым-шым тұз және де шым-шым лимонная кислота қосамыз. Лимон қышқылы яғни. Осы массаны венчиктің көмегімен осылай жақсылап кішкене араластырамыз. 1 минуттай альбумин белокқа араласуы тиіс. Осылай астында альбумин қатып қалмауы керек. Жақсылап осылай араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бірденнен осылай миксерлейтін боламыз. Және де 1 минут қана орташа жылдамдығында араластырамыз. Тек қана 1 минут қана. Менде миксердің жылдамдығы өте жақсы. Міне 1 минут ішінде осылай көпіруі тиіс. Қатты тығыз масса пайда болмайды. Міне көріп отырғандарыңыздай үлкен-үлкен пузыректармен осындай масса. Енді глазурин жасайтын боламыз. 150 грамм қанттың үстіне салқын 37 грамм су құямыз. Және де егер де жидкий краситель болатын болса, осы жерде бірденен араластырып жіберіңіздер. Жай отта тоқтамай қозғай отырып глазурімізді дайындаймыз. 118 градусқа дейін жетуі керек. Бұл жерде красканы мен енді қостым. Осылай тоқтаусыз араластырамыз. Жақсылап еруі тиіс қантымыз. Мен термометрдің көмегімен осылай тоқтаусыз араластырып тұрмын. 118 градусқа жеткен кезде тоқтатамын. Міне дәл осындай болып жақсы ериді. Мүлдем ерімей қалған қант болмау тиіс. Осылай қайнаған кезінде өшіреміз. Бұл жерде градусы 118-ге жетті. Бірденен астын өшіріп тастау керек. Сиропты оттан алған бетте осылай жаңағы араластырып қойған белоктың бетіне бірденен араластыра отырып миксердің көмегімен осылай құйып шығамыз түгелдей. Тоқтаусыз араластыруымыз қажет, себебі белок пісіп қалады. Сиропты құйып болғаннан кейін миксердің бар жылдамдығына қоямыз да тоқтаусыз 6 немесе 10 минут аралығында жақсылап араластыратын боламыз. Менде миксердің мощності өте жақсы болғандықтан маған 6-7 минут жеткілікті болды. Және де айта кететін міндетті түрде ескерту, белокты араластырған кезде осындай кішкене ғана шағын ыдыста араластырыңыздар. Үлкен болмауы тиіс, себебі дұрыс меренга шықпай қалады. Міне осындай масса пайда болады. Өте тығыз меренга пайда болды мына жерде байқап отырсаңыздар. Және де миксерде кішкене ауырлай бастайды. Өте тығыз болғандықтан меренга. Міне өз-өзіне жақсы ұстап тұратын тығыз масса. Осындай болғанға дейін миксерлейсіздер. Меренганы құрғақ ингредиентке 3 бөлікке бөліп саламыз. Міне бірінші бөлігі. Жақсылап лопатканың көмегімен осылай араластырамыз. Енді екінші бөлігін салып жатырмын.
тағы да дәл солай қайталайтын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл соңғы үшінші бөлігі. Барлығын салып, өте жақсы араластырамыз. 1-2 минуттай кетуі мүмкін. Дәл видеодағыдай астын үстіне келтіріп, жақсылап осылай араластырамыз. Дайын болған макаронаж дәл осылай лента болып ағуы тиіс. Дәл видеодағыдай жасап көріңіздер. Осылай болған кезде тоқтатасыздар араластыруды. Бізге міндетті түрде кондитерлік қапшық қажет. Осылай барлығын бір қапшыққа сыйдырып саламыз. Тефлоновый коврик немесе силиконовый арнайы осы макаронға арналған коврикті пайдаланамыз. Пергамент бумагасы мүлдем болмайды. Кеуіп кетеді, болмайды мүлдем. Мен осылай өзім форма жасап қойған болатым тефлоновый коврикқа. Өздеріңіздің қалауларыңызша осылай 1 сантиметр қашықтықта ұстап, осылай формаға салып шығамыз. Мұнда 4-4,5 сантиметрлік макаронстар. Осылай сығамыз, және де сыққаннан тоқтатамыз да, осылай айналдырып аламыз. Макаронаждардың барлығын формаға отырғызып болғаннан кейін шет-шетін жақсылап осылай ұрғылайтын боламыз. Беттерінде кішкене горка болып тұрғандары түсуі тиіс. Және де артық ауа болса, сол шығып кетеді. Жақсылап осылай ұрғылаймыз. Бұл жерде силиконовый коврик болғаны жақсы, себебі осылай ұрғылағанда өте жақсы. 10 минут бөлме температурасында макаронстарды қалдырамыз. Беті кішкене кебуі тиіс. Алдын ала қызып тұрған пеште 140 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Пеш міндетті түрде асты үсті бірдей қызатын болуы керек. Міне макаронстар пісіп шықты, толықтай. Міндетті түрде бөлме температурасында 2 сағаттай суыту қажет. Менде бұнда суыту аз болып қалды. Кішкене асты осылай шығуының себебі өте жақсы суытсаңыздар, бұлай кішкене болсын жабыспайды. Өте керемет шықты. Бірде-бір макарон жарылмаған байқасаңыздар. Юбочкасы да өте керемет болып шықты. Міне, керемет, маған өте қатты ұнады. Енді ортасындағы кремді жасайтын боламыз. Ең алдымен тоңазытқыштан шыққан салқын сливки қажет. Салқын сливкидің бетіне осындай глюкозның сиропты құямыз. Бұл міндетті түрде 10 грамм ғана қажет глюкозный сироп. Екеуін жақсылап жай отта ысытамыз, немесе микроволновкада ысытып аламыз, қайнатпаймыз, тек қана ысытамыз. Осылай жақсылап отта араластыра отырып ысытып аламыз. Міндетті түрде өте таза шоколад қажет. Ыстық сливкиді бетіне осылай қыздырып құямыз шоколадтың. Менде ақ шоколад, 140 грамм ақ шоколад кетеді. Капельки глазурь дегендер болмайды. Міндетті түрде таза шоколад болуы тиіс. 2 минуттай осылай шоколадтың еруін күтеміз. 2 минуттан кейін блендердің көмегімен жақсылап осылай езіп аламыз. Біраз езгеннен кейін енді өте салқын сливки 20 грамм құятын боламыз. Қайтадан блендердің көмегімен езіп аламыз. Толықтай араласуы тиіс. Міне, дәл осылай. 1 минут езсеңіздер жеткілікті. Дайын болған массаны кондитерлік мешокқа құямыз. Барлығын бетін толықтай жауып, 12 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа сақтап қоямыз. Міндетті түрде 10-12 сағат қажет. Одан ерте алып пайдалануға болмайды. Осылай жақсылап бетін жауып байлап қоямыз. Дәл осылай тоңазытқышқа сала саламыз. Міне 1 түн өтті, жақсы қоюланған. Осылай бас жағын кесіп, шұңғылдау ыдысқа, кішірек шұңғылдау ыдысқа толықтай құйып аламыз. Миксердің бар жылдамдығына қойып, максимум 50 секундқа дейін ғана араластырамыз. Маған 30 секунд жеткілікті болды. Кейбір миксерлерде 30 секунд, кейбір миксерлерде 50 секундқа дейін араластыруға болады. Плотный осындай крем пайда болған кезде тоқтатасыздар, перевизуать етіп жібермейсіздер. Осындай әппақ өте әдемі крем пайда болады, сол кезге дейін ғана. Міне,
крем менде қоюланды әп-сәтте көз алдарыңызда. Осы кезде тоқтатамыз. Дайын болған кремді кондитерлік мешокқа саламыз, барлығын түгелдей. Дайын болған кремді осылай сығатын боламыз. Өте тігінен болуы керек, міне осылай. Және де бетін жабамыз крышкасын. Менде өзімнің ойымдағыдай түс шықпады. Негізінде қанық түс қалаған едім. Ашық түсті болып қалды макаронстар. Себебі мен красканы өте аз қосыппын. 2 капля ғана тамызған болатынмын. 3-4 капля қосып, қанық түс шығаруға болады. Егер де сіздерде гелевой краситель болса, міндетті түрде оны глазурьға қосасыздар. Егер де сухой краситель болатын болса, жұмыртқаның ақ уызын араластырмай тұрып, сол жұмыртқаның ақ уызына араластырып жібересіздер сухой красительді. Және де макаронстардың бетінің жарылып кету себебі глазурьдің дұрыс болмағандығынан және де меренганы жақсылап үзувать етпегеннен болады. Одан кейінгі себеп пешті өте қатты қыздырсаңыздар да солай болады. Макаронстар міндетті түрде өте жақсы шығуы үшін асты үсті жақсы қызатын пеште болуы тиіс. Міне классикалық макаронстарымыз дайын. Егер де менің видео рецепттерім сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Қазақша контентті, қазақша каналдардың дамуын қаласаңыз, міндетті түрде подписация батырмасында басуды ұмытпаңыз. Мен сіздерге мына жерде макаронсты бірденен кесіп көрсетіп жатырмын. Негізінде кремі қатқанша тоңазытқышта 1-2 сағат тұрып кескенде дұрыс. Міне осындай болып шықты. Ішінде толықтай еті бар. Және де толықтай піскен өте керемет болып шықты. Егер де менің рецептіммен пісірсеңіз, міндетті түрде астына пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Ас болсын, сау болыңыздар.